Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа осындай тауық еттерін пеште пісірудің ең оңай тәсілін сіздерге көрсеткім келеді. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға маринадымызды жасап аламыз. Ол үшін 6 ас қасық соя тұздығын құйып аламыз. Оның үстіне 3 ас қасық майонез қосамыз. Және де дәл сондай 3 ас қасық кетчуп қосамыз. Егер сізде кетчуп болмай қалса, онда жандай қызанақты сыртын қабығын ашып, майдалап, турап, оны қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш қосамыз. Және де өзге де өздеріңізге ұнайтын приправалар қоссаңыздар болады. Мәселен, для курицы деген өзі приправалар болады. Сондайды алып, содан бір ас қасық қоссаңыздар, ол тіптен керемет болып шығады. Және де дәміне қарай кішкене ғана жарты шай қасықтай тұз қосып алдым. Тұзды көп қосудың керегі жоқ, себебі кетчуп майонездің құрамында өз тұзы болады. Сол себепті жарты шай қасық қоссаңыздар жетеді. Енді барлығын жақсылап шайқап дайындап аламыз. Сонан соң үлкендеу ыдысқа және жуып, алдын ала тазалап алған тауық еттерін осылай салып аламыз. Егер үлкен бөлшек болса, оларды бөліп алсаңыздар да болады. Тек тауық еттерін емес, және де қанаттарын да осылай маринадтасаңыздар болады. Енді осы тауық еттің үстіне барлық маринадымызды құйып, жақсылап қолмен араластырамыз. Жандай маринад осы еттің барлық жеріне тиіп тұратындай етіп, қолмен жақсылап, барлық шетіне жағып, майлап қойып қоямыз. Бетіне салафан пакетпен жауып, тоңазытқышқа кемінде 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Сонда маринады жақсы сіңіп, біздің жаңа тауық еттері сочный жақсы болып, дәмі кіріп, әдем болып піседі. Ал міне біздің тауық еттері маринадталды, 4 сағаттай тұрды. Енді осындай формамызға салып аламыз. Және де осындай 3-4 картошканы осындай үлкендеу бөліктерге бөліп, оны да жаңағы тауық еттерінің қасына қосып пісіріп аламыз. Мынау менде бағана тауық еттерінен қалған маринад, сол ыдысқа жаңағыдай осы тураған картоптарымызды салып, қолмен араластырып аламыз. Сонда біздің картопымыздың да дәмі ерекше әдем болып шығады. Әрі беті қызарып, жақсы пісуіне де әсер етеді. Картоп бөліктерін осылай тауық еттерінің арасына және бос жерлеріне осылай салып шығамыз. Бізде тауық еті сочный болып, ортасы жақсы пісу үшін бетін осылай фольгамен жаптым. Негізінен ол міндетті емес, ашып та пісірсеңіздер болады. Шамамен 200 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Қатты қызып тұрған пешке салған соң, шамамен 10-15 минуттан соң бетіндегі фольганы алып тастаңыздар. Сонда беті қызарып, әдем болып піседі. Достар, міне біздің кешкі асымыз дайын болды. Сіздер де дәл осы маринадпен тауық еттерін пеште пісіріп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Әсіресе балаларыңызға осындай тағам жасап берсеңіздер, олар өте риза болады. Бұл жердегі гарнирге пісіретін күрішті дұрыс дайындау тәсілімен келесі видеода сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.